Армысыздар менің құрметті көрермендерім. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күйеуім өзінің әріптесін зорлап 7 жылға сотталып кетті. Мен зорлық көрмедім, бірақ балалық шағым қиын өтті. 10 жасыма дейін өте бақытты болды. Қиындық әкем өмірден өткеннен кейін басталды. Әкем жаман аурумен 1 жылдай ауырып қайтыс болды. Анамның да денсаулығы нашар. Bir күн сау отырса, 1 ай төсек тартып жатып қалатын. Өзімнен 3 жас үлкен ағам және 5 жас кіші сіңілім болды. Ағам ұл бала болған соң анама бойсынбай қаңғырып кететін. Бар ауыртпалық маған түсті. Сабақ жайына қалды. Үйде азнаулақ мал бар, соны бағам, анама қараймын. Астынан дәретін алып, жуындырып сіңіліме қараймын. Туысқандарымыз өз бастарымен әбігер болып кетті. Ешкім көмектеспеді. Үйде жейтін азық-түлік жоқ. Біреудің 1 жастағы баласын қарадым. Айына 5.000 алып, соған азнаулақ тамақ алып, 1 айға жеткіземіз. Жаз бойы поляда істеймін. Анам сол баяғы ауыра береді. Дәрі алуға ақшамыз жоқ. Оның үстіне анам өте жуас жан болды. Біреумен дауласып жатқан ешқашан көрмедім. Соған қарағанда мен дөрекілеу айтып тастайтын долы болдым. Мүмкін сол да дұрыс шығар дейтінмін. Жаз бойы поляда істеп ақшасына үйге көмір түсірдім. Bir күні үйге ерте келсем, анамның ағасы көмірді салып өз үйіне тасып жатқанын көрдім. Үйге кіріп анамнан сұраймын, ауырып жатқан, сізден сұрады ма деп, жоқ деп орнынан тұрып жатыр. Сөйтсем ұрлап жүр екен. Менің ашуым келіп, көмектескеннің орнына бұныңыз не деп айғайға салдым. Сізді де мама ағам деп жүр, бір ауыз сұрасаңыз болмай ма деп қолындағы шелекті жұлып алып жерге төге салдым. Сосын кетіп қалды. Анам маған ұрсып жүр, ұялмайсың ба деп. Мен жылап жүрмін, қайта көмектеспей ме деп. Солай күндер өтіп жатты. Қыз баласы болсам да, қай жерде жұмыс бар қашпаймын. Мейлі ауыр болса да жасай беремін. Маған анам мен сіңілім аш болмаса болды. Сабаққа 1 күн барамын, 1 күн бармаймын. Мұғалімдер де біледі, көп ұрыспайды. Ал ағам толық барып жүрді, бірақ дұрыс оқымады. Көп қаңғырып үйге тұрмай кетті. Солай оқуды аяқтап ағам қалаға кетті. Мен анам мен сіңілімді қарайлап ауылда қалдым. Киім тігуді үйрендім. Ауылымызда қазақи киім тігетін цех болған соң соған жұмысқа кірдім. Ол кезде 17 жаста едім. 2 жыл жұмыс істедім, жағдайымыз кішкене жақсарды. Сіңілім алаңсыз мектепке барып келіп жүрді. 19 жасымда ауылымыздағы жігітке тұрмысқа шықтым. Жақсы көріп қосылдық, арқа сүйері бар деп ойладым, бірақ қателестім. Bir үйдің кенже еркелеп баласы еді. Анасы мені алуына қарсы болыпты. Оны кейіннен білдім. Әкесі жоқ, шешесі ауру, дұрыс тәрбие көрмеген біреуді алдың деген сияқты әңгімелер естідім. Үй тірлігіне, сырттың тірлігіне жатылып өскен маған қиын болған жоқ. Бірақ енем менің отбасымды менсінбей жасау бермеді деген сияқты әңгімелер айтып, бетіме баса беретін. Отырсам опақ, тұрсам сопақ қылды. Үндемей көніп жүрдім. 2 ұл босандым. Енем түрпектеуін қоймады. Бірдеңе айтсам, күйеуіме айтып ұрғызып тастады. Анама білдіргім келмеді, мүлде айтпадым. Денсаулығын уайымдап, сыр бермей жүрдім. Bir күні күйеуім сыртқа жұмысқа кеткен. Бірге жұмыс істейтін бір әйелді зорлапты. Ол арыз жазған. Содан сотталып кетті 7 жылға. Ата-енем бар мүлкін сатып, әйелге өтемақыға берді. Тек менде кішкентай дүкеннен қалдық. Күйеуім кеткен соң бөлек шығып, дүкеннің қасындағы бір бөлмелі үйге келіп кірдім балалармен. Ата-енем үлкен ұлының қолына кетті. Ол келінмен шығыспай көп ұзамай екеуі ғана тұрды. Кішкентай кезімнен қиындық көрген маған күйеуімнің жоқтығы аса біліне қоймады. Қайта саудам жанданып, жағдайым жақсара түсті, Аллаға шүкір. Балаларымды өзім бақтым. Күйеуім шығып, кешірім сұрап, аяғыма жығылып келді. Кешіре алмай жүрмін. Жүрегім тым қатты болып кеткендей. Бірақ балаларым үшін бір күні кешірермін. Бірге тұрмаймыз, бірақ балалармен араласып тұрады. Бұрынғы еркелік жоқ, есейген, ақыл тоқтатқан екен. Өмір біз ойлағандай емес екен. Бәрі бір мезетте өзгеріп кетуі мүмкін. Айтарым, басымызға қандай қиындық түссе де шешімі бар. Жылап сықтап отырмай, алға қарай басыңды нық көтеріп жүру керек. Шешілмейтін түйін жоқ, тек сенім керек. Жығылсақ қайта тұрып,
үйренейік, өмір сонысымен мәнді. Мені өмір тым қатты қылып жіберді, тіпті көзімнен жас шықпайтын болыпты. Жұмсару керек болды. Ешкімге сенбеймін, сырымды ешкімге айтпаймын. Тек осында жазып жеңілдеп отырмын.